дін тазалыққа насихаттайды. Сол үшін дін ұстанған жамағат, дін ұстанушы, дінді жауапкершілікпен сезінуші әрбір момын мұсылман таза болу дұрыс. Жүрегі таза, тілі таза, әдепті, көркем. Пайғамбарымыздың үнемі таңғы уақытта жасайтын дұғасы бар. Ей Алла тағалам, тәнімді, бейнемді, көркемдік жаңағы әдемі жаратқаныңдай жан дүниемді де жаңағы көркем бол. Келбетімді көркем болғандай жан дүниемді көркем бол. Таразыдағы ең үлкен ауыр тартатын үлкен сауапты іс көркем мінез деген. Сол үшін қазіргі мұсылмандарға әр ісінде әдептілік, бұны Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы ихсан тақырыбы аясында осы әдептілікті, жаңағы инабаттылықты, ибалықты насихаттап, өз жұмыстарын жасап жатыр. Үндеуін Қазақстан мұсылмандарына осылай жеткізіп жатыр. Сол үшін әрбір дін ұстанушы, діннің жауапкершілігін сезінуші момын мұсылман осы әдептілік нормаларын жақсы сақтаса деген кеңесімізді айтамыз.